911. Не болды? Сізге қандай көмек керек? Мұнда біреу жүр. Сіз қазір қай жердесіз, ханым? Мен Лос-Анджелестегі Уолмарттамын. Атыңыз кім? Қасыңызда біреу бар ма? Менің атым Стейси. Қазір жігітімді күтіп отырмын. Бірақ ол кептелісте қалып қойды. Магазин түнгі 1-де жабылу керек еді. Дәл қазір мұнда ешкім болмау керек. Мен менеджермін. Бүгін кешке магазин жапқанмын. Қалай білдіңіз? Ол жерде біреу бар екен. Мен дәріханада болғам. Кейін судың аққан дауысын естідім. Шықсам, бір кабина қатты ашылып кетті. Біреу жаңа ғана жүгіріп шыққандай. Сіз шыға аласыз ба? Шығуға тырысқанмын, бірақ дәлізге жақындай бергенде ер адамның қатты тыныс алған дауысын естідім. Дәл жанымда тұрғандай болды. Шығатын жерді бөгеп қалған сияқты. Содан кері қашып кеттім. Жасырыныңыз. Сабыр сақтаңыз. Полиция бара жатыр. Сіз қауіпті жерде отырсыз ба? Иә, мен аяқ киім сөресінің артына тығылдым. Әзірге көрген жоқ сияқты. Ол сіз таба алмайтынына сенімсіз бе? Иә, сенімдімін. Жақсы, қимылсыз отырыңыз. Біз жақындап қалдық. Жақсы, енді қорқынышты емес сияқты. Және де линияда болыңыз. Біз сізді бұл жерден аман алып шығамыз. Рахмет. Айтпақшы, жолда апат болып, үлкен кептеліс пайда болды. Өкінішке қарай көмек сізге жеткенше уақыт керек болады. Бірақ қорықпаңыз, көпке созылмайды. Не істеймін енді? Сабыр сақтаңыз. Біз осы жерде сізбен бірге боламыз. Ол мен қайда отырғанымды біледі. Қалай білесіз? Телефоныма хабарлама келді. Сурет. Бұл мен ғой. Дәл қазір осы сөреде отырған түсірілген. Артымнан. Құдай-ау, ханым. Дереу орныңызды ауыстырыңыз. Басқа жерге жасырынуыңыз керек. Жылдам. Жақсы, мен шығысқа қарай жүгіріп бара жатырмын. Жүгіріңіз. Полиция жақындап қалды. Магазиннен шығыңыз. Ол соңымнан қуып келеді. Тырысып жатырмын. Өтінемін, мені өлтіртпеңіздерші. Қазір қай жердесіз? Ол дәл артымнан келе жатыр. 5-ші қатардамын. Тағы да 1 минутта жүгірсем шығармын. Егер үлгерсем ғана. Жоқ, өтінемін, тиме маған, жоқ. 2020 жылдың 17 ақпаны. 28 жастағы Стейси Ривера Walmart дүкенінің менеджері еді. Ол әдеттегідей жұмыста соңғы болып қалып, дүкен жабылғанына көз жеткізіп жүрді. Бірақ сол түні бір нәрсе дұрыс емес сияқты сезілді. Стейси өзін біреу аңдып жүргендей қорқып 911-ге қоңырау шалады. Ол диспетчерге: "Мен жалғыз емеспін, мені біреу бақылап жүр", деп айтады. Сөйлесіп отырған кезде телефонына белгісіз хабарлама келеді. Ішінде фотосурет. Бұл оның өзі. Дәл сол сәтте сөренің жанында жасырынған кезде түсірілген. Арт жағынан. Бұл суретті тек қасында жүрген адам ғана түсіре алатын еді. Диспетчер оған қашуды бұйырды. Ал Стейси әр қадамын нақтылап айтып отырды. Қайда келе жатқанын, не істеп жүргенін, және де әлгі адамды да. Бірақ полиция жолдағы апатқа байланысты пробканың кесірінен кешігіп жатты. Және де қыздың соңғы сөзі естілді: Жоқ, өтінемін, тиме маған, жоқ. Сосын байланыс кенет үзілді. Полиция дүкенге жеткенде бәрі кеш еді. Стейсидің денесі жерде жатты. Және де полицейскилар камера жазбаларын оқиғасын қарады. Камера жазбалары оқиғаны көрсетті. Бетіне маска таққан, қалың киім киген бейтаныс адам сөрелер арасымен үнсіз жүрген. Ол Стейсиді артынан суретке түсіріп, артынан қуып жетті. Қатты соққыға жығып, ешқандай із қалдырмау үшін қолғап киген. Бұл қылмыс әлі күнге дейін ашылмады. Қылмыскер алдын ала бәрін дайындап қойған екен. Тергеушілер осы сериал қылмыскер болуы мүмкін дейді, немесе бір психопат. Себебі дәл сондай бейнедегі адам басқа жерден де байқалған. Бірақ ол ешқашан ұсталған жоқ. Ал Стейси Ривераның өлімі әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр.